Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Наурызбай Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Бүгінгі қылмыстық кодекстің ерекше бөлімдегі талдайтын тақырыбымыз көліктегі қылмыстық бұзушылықтар. Бұл тақырып талдау барысында біз жалпы жоспарына келетін болсақ, қазіргі кезде көп айтылып жүрген тақырыптың біреуі. Неге? Өйткені көлікте Қазақстан территориясындағы қазіргі кезде көлік немесе автотранспорт көліктерінің көбеюі. Сонымен қатар Қазақстан территориясындағы автотранспорт көлігін жүргізу барысындағы азаматтар мен азаматшалардың осы заң талаптарына бағынбауы. Және сонымен қатар Қазақстан территориясының аумағында үлкен жол белестері мен сонымен қатар бекеттердің пайда болуы және бізде жылдам жүретін трассалардың пайда болуы бұның өзі қылмыстың бір жаңа түріне алып келіп жатыр. Себебі жылдамдықты өте көп басатын азаматтар, жастар демейміз, бұл жерде біз субъектіні жасқа немесе оның жынысына, еркекті, әйелде бөлмейміз, бұл жерде біз субъект деп қарастырамыз. Сондықтан субъектінің автотранспорт көлігін жүргізу барысындағы қоғамдық ортадағы қоғамдық тәртіпке бағынбауы және ол ережелерді бұзуы осы баптың ішінде немесе осы бөлімде қарастырылады. Бұл жерде мақсаты қылмыстық құқық бұзушылықтардың топтастырамыз. Және сонымен қатар бұл әрекеттер талдау барысында олардың нысандарына тоқталамыз және түрлері мен танысатын боламыз. Құқық бұзушылықтардың құрамы, оның үшін нақты айтатын болсақ, элементтерді анықтаймыз және солармен қатар құқық бұзушылықтардың қандай әрекеттерге барып, оны ажыратып, жіктерін талдайтын боламыз. Және бұл жерде қылмыстық кодекстің баптарын талдау барысында әрине заңгер ретінде Қазақстан территориясындағы негізгі заңымыз біздің ата заңымыз Конституцияның талаптарына сүйенеміз. Сонымен қатар қылмыстық құқықтың кодекстің 2014 жылы қабылданған баптарына сүйенеміз. Және сонымен қатар қылмыстық құқығына байланысты Қазақстан территориясында біздің білім министрлігінің берген рұқсат берген дәріс оқу кітаптары бар. Сол кітаптарына сүйеніп өзіміздің мысалдарымызды айтатын боламыз. Нақты анықтамасына келетін болсақ, алдарыңызда тұрған баптар. Бұл Қазақстан Республикасындағы қазіргі кездегі көліктегі болып жатқан қылмыстар жасау амалдары мен әрекеттері, олардың ішінде қасақана, абайсызда жасалатын қылмыстар, нақты айтатын болсақ, қоғамдық қауіпсіздіктің ішіндегі болып жатқан әрекеттер туралы баяндалады. Енді бұларды баяндау барысында біз нақты айтатын болсақ, қылмыс құрамының 4 элементі болады. Осы 4 элементінің нақты айтатын болсақ, бірінші объектісіне тоқталамыз. Объекттің ішінде топтық объектке келген кезде, бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, белгілі бір қарым-қатынастарды реттеу барысындағы қозғалыстың бұзылуы. Объективті жағы жаңағы әрекеттің нақты айтатын болсақ, қасақана немесе арандату әрекеттерімен немесе басқа амалдармен болуы. Қылмысты жасау барысында субъектінің қылмыс жасаған қылмыстың сыртқы көрінісі бейімделеді. Субъектке келген кезде өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 15-ші бабының 1-ші тармақшасында жалпы субъекттерді біз 16 жастан бастайтын болсақ, кейбір қылмыстарда 15-ші баптың 2-ші тармақшасында көрсетілген 16 жастан бастап ауыр қылмыстар категориясына енетін қылмыстарды атап өткім келеді. Соған сәйкес 14 жастан бастап біз субъектіні атай бастаймыз. Ал енді субъективті жағына келген кезде бұл кінәнің қасақана немесе абайсызда болуы. Осы қылмыс құрамының 4-ші элементі осы саналады. Сондықтан әрбір бап талдау барысында, жалпы әрбір қылмысты талдау барысында құқық қорғау органдары біріншіден тергеу амалдарын жүргізеді. Тергеу амалдарын жүргізу барысында алдын ала тергеу болады. Ол тергеуден кейін барып, бізде Қазақстан территориясында нақты қазіргі кезде айтатын болсақ, мынау тергеу соттары бар. Тергеу соттарының санкциясы берілгеннен кейін ғана прокуратура қызметкерлері мен ішкі істер қызметкерлері бірігіп қылмыстық істі ашады. Армен қарай қылмыстық істер белгіленген талап тәртіптерге сәйкес 2 айдың мерзімінде немесе қысқартылған тергеу амалдарынан кейін Қазақстан Республикасының соттарына, оның ішінде қылмыстық соттарға түсетін болады. Армен қарай қылмыстың құрамы айқындалғаннан кейін ғана барып сотқа жетеді, сот өзінің нақты шешімін шығаратыны туралы айтқым келеді. Бұл жерде нақты айтатын болсақ, қазіргі кездегі мынау азаматтардың алкоголь өнімдерін ішіп алып рөлге отыруы, сонымен қатар есірткі тектес заттар мен соған теңестірілген заттарды ішіп шегуі, немесе мынау таблетка тектес, қазіргі кезде алдында айтып кеткендей, есірткенің таблетка тектес, аптекалық есірткенің түрлерін жұтатын азаматтар бар. Және сонымен қатар әртүрлі азаматтардың шектен шығу амалдары осы баптардан айқын көрсетіледі.
Келесі бір айтайын деп тұрғанымыз субъектілердің құқық қорғау органдарының іс-әрекеттеріне бағынбауы және сонымен қатар қоғамдағы қойылған белгіленген бір рұқсат белгілері болады, немесе соларға шектеуден шығып кетуі де Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің осы тарауында нақты айтылған. То есть бұл жерде әрбір қылмыс объекті, объективті жағы, субъективті жақтан тұратын білеміз. Осы талаптардың барлықтары орын алған кезде ғана осы қылмыстың құрамы іске аса бастайды. Келесі анықтамасына келетін болсақ, бұл жерде тағы айтатын жағдай мынау алкоголь өнімдерін ішкеннен кейін азаматтардың рөлге отыруы. Көптеген азаматтар мас болған кезде, жалпы анықтамасын айтатын болсам, мас болып рөлге отырған азаматтың іс-әрекеті оны мас болғанына қарап жеңілдетілмейді. Керісінше жаза беру кезінде сот оны жазаны ауырлатады. Сондықтан азаматтар осы нақты білу керек. Екіншіден, қазіргі кезде мынау тағы айтып кететін мәселе автокөлік жүргізу мәселесінде талаптардың күшейгені. Көп азаматтар бірінші рөлге отырмастан бұрын осы баптармен нақты танысып алса, және өздеріңіз білесіздер, Қазақстан территориясында көбінесе қылмыстық істерге дейін бізде әкімшілік істер деген бар, әкімшілік құқық бұзушылық деп аталады. Осы әрекеттердің кейде қалай қылмыстық құқық бұзушылыққа айналып кеткенін сезінбей қаламыз. Сондықтан біз нақты осы баптардың әрбір баптың құрамына, мағынасына көңіл бөлгеніміз жөн. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және заңгерлер қоғамда осы мәселе бойынша көбірек дәрістер оқып, азаматтардың арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Себебі нақты айтатын болсақ, қазіргі кезде көптеген азаматтар өздерінің автотранспорт жүргізу барысында немесе басқа әрекеттерге заңға бағынбау мәселелеріне келгенде оны бір ойыншық ретінде қарастыру әбден мүмкін. Бірақ жылдамдықты күшейткен кезде сіз тек қана өзіңіз емес, сонымен қатар қасыңыздағы азаматтардың немесе қоғамда қарсы келе жатқан автотранспорт көліктерінің ішіндегі азаматтардың да денсаулығы мен олардың өмірін ойлағаныңыз абзал болады. Жалпы қоғамдағы осы әрекеттер тоқтату үшін жалпы әрине мемлекет тарапынан заңдар қатайтылып жатыр, санкция қатайған бәрін жақсы білеміз. Бірақ соған қарамастан бүгінгі күні осы жоғарыда айтылған баптар бойынша қылмыстардың саны азаймай тұр. Оның өзі өздеріңіз көріп отқандай қоғамда нақты құқықтық сауаттылықтың жоқ екенін айтып отыр, және сонымен қатар мына анықтамаларды өздеріңіз көріп отқандай бұл жерде субъектілерге қойылатын талаптар өздеріңіз көріп отырсыздар. Бір бапта 16 жас, бір бапта 14 жас болып қарастырылады. Және сонымен қатар субъективті жағы дейміз. Субъективті жағын, то есть кінә мәселесіне келгенде біреуінде қасақаналықпен болып тұрады, кейбіреуінде қасақана тікелей болса, кейбіреуінде қасақана жанама әрекеттерін болған нақты көріп отырсыздар. То есть бұл баптардың барлықтарын жеке-жеке таңдау үшін немесе талдау уақытына келетін болсақ, әрқайсысы жоқ дегенде бір дәрістің уақытын алады. Сондықтан мен сіздердің алдарыңызда осы кесте түрінде транспорттағы болып жатқан қылмыстардың мән-жайы туралы 4 элементтің құрамында көрсетуге тырыстым. Бүгінгі айтайын дегеніміз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.